Пайғамбарлар тарихы аудио кітабы. Лот пайғамбар, алейхиссалям. Садум елі. Хазірет Ибрахим пайғамбар жары Сара мен інісі Лотты ертіп Бабылдан Харранға қарай хижрет еткен болатын. Ибрахим пайғамбар сонда қалды да інісі Лот Садум еліне кетті. Кейіннен оған пайғамбарлық міндет жүктелді. Садум елі бұрын соңды болмаған тағылыққа басқанды. Оларда еркек пен еркектің жыныстық қатынас жасауы қалыпты саналатын. Еркектері күні бойы жол тұрып, ер кісілер өте қалса, тас лақтыратын. Тасы кімге тисе, соны қорлайтын. Шайтан бұлардың осы бір осал жерінен ұстап, азғындықтың шыңырауына құлатып, тұзақтарына түсіретін. Олардың осы азғындықтарын жыртқыш аңдардың өзі істемейтін. Осындай азғын елге Хақ тағала Хазірет Лотты пайғамбар етіп жіберді. Лот пайғамбар, алейхиссалям, өзіне уахи келісімен дереу іске көшіп оларды ақиқат жолына шақырды. Олар алдымен өзінің оларға жіберілген пайғамбар екендігін айтып, өзіне бағыну қажеттілігін түсіндірді. Ол туралы Құранда. Сол уақытта оларға туысы Лот, қорықпайсыңдар ма деді. Мен сендерге сенімді бір елшімін. Енді Алладан қорқыңдар да маған мойынсұныңдар деп айтылады. Хақ пайғамбар өзінің пайғамбар екендігін айтқан соң оларға күн түн демей тура жолды уағыздап, жасаған істерінің жиіркеніштілігін түсіндіріп, тәубаға шақырды. Лот сол уақытта еліне, жер жаһанда сендерге дейін ешкім істемеген арсыздықты істейсіңдер ме деді. Сендер әйелдерді қойып еркектерге қызығып келесіңдер ме? Әрине сендер шектен шыққан елсіңдер. Алайда Садум елі оның сөзін елең құрлы көрмеді. Кейбіреулер оның іс-әрекетінің астарында дүниелік мақсат жатыр деп ойлады. Сол себепті бірде Лот пайғамбар: «Уа халқым, егерде тәубаға келмей, осылай кете беретін болсаңдар, іс насырға шабады. Мәңгілік азапқа ұшырап, мына азғын істеріңнің сазайын тартасыңдар. Одан да мүмкіндіктерің бар кезде тәубаға келіп, Хақ тағалаға сәжде етіп, адами қасиеттеріңе қайта оралыңдар. Мен сендерге екі дүниенің пайдасы мен зиянын көрсетудемін. Осы уәзипамның астарында қандай да бір дүниелік пайда жатыр деп ойламаңдар. Осы ісім үшін сендерден ешбір ақы талап етпеймін. Менің ақым Хақ тағалаға ғана тиесілі» дейді. Жанына батырып айтқан Лот пайғамбардың ескертулерінен Садум елі мезі бола бастады. Бір күні басшылары жиналып: «Бұл Лот біздің басымызға пәле боп жабысты. Ол бізге дүниенің пайдасы дейді. Дүниенің пайдасы мен қызығын біз онсыз да көріп жатқан жоқпыз ба? Одан да Лотты да, оған иман келтірген адамдарын да елден қуайық» деп бір ауыздан мақұлдасты. Олар Лот пайғамбарға барып: «Ей Лот, егер сен біздің дәстүрімізбен жүріс-тұрысымызға осылай киліге беретін болсаң, онда біз сені елден аластатамыз» дейді. Олар осыған ғана тоқтамай оған: «Ей Лот, егер сөзің тура болса, Құдайдың азабын біздің басымызға төндір, қанекей көрелік мықтылығыңды. Біз сенің бір сөзіңе де сенбейміз. Қане, қайда әлгі уағда еткен азабың? Шаман келсе тезірек алып кел» деп зеки сөйлеп, миықтарынан күліп келемеш деді. Хақ пайғамбар осы сөздерінен олардың әсте иман келтірмейтіндіктерін ұқты. Өйткені мына сөздері арқылы жан дүниесі қарау тартып, жүректерінде иман ұялайтын жер қалмағандығын білді. Олардың жүректеріне мөр басылған еді. Кімге мөр басылса, ол әсте мұсылман бола алмайды. Хазірет Лот оларға: «Әрине мен сендердің қылықтарыңнан жеркенемін» деді де Хақ тағалаға қол жайып: «Раббым, мені және отбасымды бұлардың сұмдықтарынан құтқара көр» деп дұға етті. Азап періштелерінің келуі. Жаратушы жаппар ие Хазірет Лоттың дұғасын қабыл етті. Садум елінің астан-кестеңін шығарып, жер бетінен жойып жіберу үшін 3 періште жіберді. 3 періште Хақ пайғамбарға түс әлетінде келді. Бұл кезде пайғамбар бақшада жүрген болатын. 3 жолаушының өзіне қарай келе жатқанын байқап: «Үшеуің де бейтаныс адамдар екенсіңдер. Менде не бұйымтайларың бар еді» дейді. Олар оған Құдай қонақ екендігін айтады. Періштелер жүздерінен нұр тамған көрікті жас жігіт бейнесінде келген болатын.
Лот алейхиссалам олардың осы бейнесін көрген сәтте-ақ іштей қатты абыржып, уайымдай бастады. Үйіме келгенше ешкім байқап қалмады ма екен? Алда-жалда біліп қалып үйіме келсе, бұл жігіттерді қалай қорғаймын деп ойға шомып өз-өзіне, бұл өзі бір жанға батқан ауыр күн болды ғой деп күбірледі. Құдай қонақпыз деп алдына келіп тұрған соң, Хақ пайғамбар тіс жарып ештеңе дей алмады. Жолдарың әне, бұл елден тез кетіңдер деуге дәті бармады. Ауыр күн екенін біле тұра пайғамбар болған соң көтеруіне тура келді. Ол, ағасы Хазірет Ибрахим сияқты жаны жомарт пайғамбар еді. Хақ пайғамбар олардан, қонақтар, бұл елдің қандай ел екенін білетін бедіңдер деп сұрады. Періштелер қандай деп сұрағанда, жер бетінде бұл елден асқан азғын ел жоқ һәм болған демес деп жауап береді. Хақ пайғамбар қонақтарын үйіне ертіп кіргізді. Олар үйге кіріп төрге жайғасқан шақта, Лот пайғамбардың әйелі Уахила дереу сыртқа шығады да үйіне қандай қонақ келгенін жұртқа жайып үлгереді. Уахила пайғамбардың әйелі болса да, иман келтірмеген еді. Сырттай мұсылман болып көрініп, кәпірдің тірлігін істеген, қой терісін жамылған қасқырдың нағыз өзі болатын. Уахиланың сөзі маңайға жайылысымен, сол жердің бар еркегі жиналып, Хазірет Лоттың үйінің айналасын қоршап алды. Олар Лоттан қонақтарды өздеріне шығарып беруін талап етті. Хақ пайғамбар оларға, бұлар менің қонақтарым. Мені қонақтарымның алдында масқара етпеңдер, Алла тағаладан қорқыңдар, осы жаман қылықтарыңды тыйыңдар, күнәға жоламаңдар, азғындықтарыңды мен білгенмен мына қонақтарым білмесін деді. Алайда шайтанның құрығына түскен халқы оның сөзіне құлақ аспады. Олар, «Ей, Лот, біз сені өзгелердің ісіне араластың деп жолыңа бөгеу болмадық қой, енді неге біздің жолымызды кесесің? Біз саған үйіңе қонақ кіргізбе деп ескертіп едік қой. Сен қалауыңша таза бола бер, бірақ біздің ісімізге араласпа. Бізде кемшілік болса, ол өз ісіміз. Сенің бізде шаруаң болмасын» деп жан-жағынан даурығысты. Лот пайғамбар алейхиссалам оларды бұлай тоқтата алмайтынын білген соң, «Уа халқым, міне қыздарым, олар сендер үшін әлде қайда таза. Оларды сендерге некесін қиып берейін. Алладан қорқыңдар. Араларыңда жақсы мен жаманды айыра алатын дені түзу біреу жоқ па?» дейді. Самуд халқының еркектері, «Ей, Лот, сен осы күнге дейін бізді білмейтін бедің. Сенің қыздарыңда біздің шаруамыз жоқ. Сен біздің не қалап тұрғанымызды жақсы біліп тұрған боларсың» деп дүрсе қоя берді. Лот пайғамбар олардың мына сөздерінен кейін қатты қысылып, «Шіркін-ай, дәл қазір сендерге қарсы тұратын бір құдіретім яки қорғана алатын титтей мүмкіндігім болғанда, мынандай күйге түспес едім» дейді. Оның осы сөзіне қатысты Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, «Алла Лотқа рахметсін, мықты бір қорғанды паналасам» деп, сол кезде қатты қиналып, Аллаға сыйынуды ойламаған дейді. Осы кезде оның қатты күйзелгенін байқаған періштелер шындықты жайып салды. «Ей, Лот, біз сенің Раббыңның елшілеріміз, қорықпа, бізге түк те істей алмайды. Сенің халқың адасудан арылғылары келмей қасарысып жатыр. Бұдан соң олардың түзелуі әсте мүмкін емес. Сен қанша насихат айтқанмен, оларға ешбір пайда бермейді. Осы сәттен соң олар саған әсте жапа шектіре алмайды. Жібер Ғанекей, бәрі ішке кірсін» дейді. Осыдан кейін Хақ пайғамбар есікті айқара ашқан еді. Сыртта ентелеп тұрған еркектер ішке лап етіп ағылды. Бірақ олар не болғанын түсіне алмай, сең соққан кемедей теңселіп кетті. Көздері қарауытып, артынан түк көрмей қалды. Бейне бір аналарынан соқыр болып туғандай күй кешті. Бәрі бірден айқайлап, бір-бірін басып, жаншып, кимелеп шыңғыра бастады. Бұлар жай қонақ емес, сиқыршы, дуалаушылар екен деп қонақтарды кінәлай бастады. Хазірет Лот оларды итерген бойы далаға шығарып тастады. Періштелер Хазірет Лотқа,
кештің бір мезгілінде отбасыңды алып, тездетіп жөнел. Өзің олардың артынан жүріп отыр. Еш қайсың артыңа қараушы болмаңдар, діттеген межеге жетіңдер, таңға жуық, олардың шаруасы бітет дейді. Хақ пайғамбар дереу өзіне сенген үмбетін ертіп, түн жастанып жолға шықты. Жары уақилә олармен емес, азғын халықпен бірге болғысы келіп жұртта қалып қойды. Хазірет Лот отбасын ертіп қаладан шыққан кезде, майда тастарды үйіріп алып, бұршақша жаудыратын жел шықты. Бұл азаптың алғашқы белгілері болатын. Садум халқының жермен жексен болуы. Қаладан шалғай кеткенде, таң рауанда батқан еді. Соққан желдің арты дауылға айналып, қала үстіне тас нөсердей құя бастады. Осы кезде ғайыптан, сендер Лоттың хабар берген азабымен ескертуін жоққа шығар бедіңдер. Енді сол азапты тартыңдар, Лоттың туралығын біліңдер деген дауыс естіліп тұрды. Аятта, оларға апат әміріміз келген сәтте, ол жердің үстін астына келтірдік. Сондай-ақ, үстеріне әдейі әзірленіп қыздырылған тас шаудырдық деп айтылады. Деректерде Садум елінің тұрған жері қазіргі Лот көлі, яки өлі теңіздің тұрған жері екендігі айтылады. Оған Шария өзені ғасырлар бойы аққанмен, оның тұзын азайта алмаған. Құранда сол жер туралы, ол арада күйзелтуші азаптан қорқушылар үшін бір ғибрат қалдырдық деп, сол жердің қарғыс атқан мекен екендігін білдіреді. Кейбір деректерде Лот пайғамбардың, алейхиссалам, отбасын алып, Мысырға, яки Шамға, не болмаса, Иорданияға қоныстанғандығы айтылады.